Монополиялық үстел ойынның тарихы ғажап. Ойын 1932 жылы дүниежүзілік дағдарыс кезінде пайда болды. Жұмыссыз Барро Чарльз осы ермекті ойлап тауып, миллионер атанған. Монополия ойынын ең ұзақ уақыт ойнап рекорд қойған Буффало клубының мүшелері. Олар 1983 жылы 45 күн бойы үздіксіз осы үстел ойын ойнапты. Айналамызда таңғаларлық дүниелер көп. Мысалы, әлемде Лего ойыншығының шамамен 320 миллиард кірпіш ойыншығы бар. Егер барлық кірпіштерді планета тұрғындарына бөлсе, бір адамға 52 бөліктен тиеді екен. Легоның небәрі 6 бөлігінен 120 миллионнан астам комбинация құрауға болады. Аяулым, баланың өсіп жетілуіне ойыншықтың әсері мол. Балапанымызға ойыншықты қалай таңдау керек? Олардың пайдасы мен зияны қандай? Маржан Нүсіпбек толтырады. Ойыншық баланың ермегі. Бәріміз білетіндей, олар мынандай жұмсақ матадан және пластмассадан жасалады. Әсіресе пластмасса түрі көп. Өйткені ол баланың ұстауына жеңіл әрі ыңғайлы. Дегенмен оның таңдауға келгенде неге мән беру керектігін білеміз бе? Зияны бар ма? Бүгін осы сауалдарға жауап іздеп көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай кез келген бала ойыншықты аузына салады. Оның қауіпсіздігіне мән бермейді де. Өйткені түрлі ойыншықтың қызығына кіріп кетеді. Ал ата-ана сол ойыншықтарды сатып алу кезінде баламның көңілінен шықса, әдемі болса болды демей, сапасын бірінші орынға қойған абзал. Ойыншықтар сапалы болу үшін бірінші жаңағы өндірген жеріне мән береміз. Одан кейін барып, жаңағы сертификатына қараймыз. Сертификат, яғни сертификаты бар болса, ол тексерілген ойыншық. Негізі біздің дүкенге келген ойыншықтардың бәрі сертификаты бар, тексеруден өтіп, сөйтіп барып келеді. Әрине, ойыншықтардың бәрі отандық болса, мүмкін бұлай алаңдамас едік. Көбі шетелден келетін болған соң, бағасына қарап сапалы екеніне көз жеткізбесек те, қымбатына жүгіреміз. Сапа бағамен өлшене бермейтінін естен шығармаңыз. Бірақ тым арзанына қара базарда ашық дүңгіршекте сатылып жатқан түрін алудан да абай болыңыз. Әсіресе мына пластмасса ойыншықтар жасалғанға дейін көп өңдеуден өтеді. Соған қарай зиянды бактериялар көп болатыны сөзсіз. Сондықтан ойыншықты таңдарда қорабындағы бар ақпаратқа мән беріңіз. Балаларға ойыншықты тағамдаған кезде біз міндетті түрде ең бірінші баланың жасын ескеруіміз қажет. Ата-аналарға ескертетін жағдай, балаға алынатын ойыншық төменгі сапалы болмау керек. Яғни оның өткір иісі болмау керек, үшкір жерлері болмау керек, майда баланың оңай қолмен алынатын немесе жұлынып алынатын бөлшектері болмау керек, және жалпы баланың жасын ескеретін жағдай болатын болса, онда ойыншық тым кішкентай, яғни көлемде болмауы тиіс. Ескеретін тағы бір нәрсе, пластмасса ойыншықтарды алуды жөн көрсеңіз, тым қанық түсіне жоламаған жөн. Өйткені ондағы түрлі бояу баланың ағзасын улауы мүмкін. Төменгі сапалы ойыншықтарда сыртында жаңағы түстері ажырап жатады. Баланың жаңағыдай сумен, су қолмен ұстаған кезінде тіпті сілекей аққанның өзінде де, яғни сол қатынастың әсерінен, яғни түсі өзгеріп, немесе жаңа қағазы алынып, жаңағыдай ажырап жатады түстері. Әрине, оны бала аузына салған екен, улану мүмкіндіктері болуы мүмкін әрине. Әрине, баланың болашағына кез келгеніміз жауаптымыз. Сондықтан осындай кішігірім дүниенің өзіне баса мән беруге тура келет. Бала алдындағы жауапкершілікті ұмытпағанымыз абзал. Маржан Нүсіпбек, Мадина Жұмкенова, Дастан Әлішев, арнайы қайырлы таң үшін.